Сәлем достар, сіздермен Мөлдір. Бүгін сіздерге котлеттің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Құрамына фарш, жұмыртқа, пияз, сәбіз, картошка, нан, тұз керек. Фаршымызды саламыз. Майдалап туралған пиязды саламыз. Картошка мен сәбізді үккіштен өткізіп саламыз. Нанды алдын ала суға жібітіп алдым. Соны саламыз. Жұмыртқамызды салып, дәміне қарап, тұз салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Содан соң жақсылап араласып болған соң, осылай жасаймыз видеодағыдай. Сонда котлеттер үлпілдек болып піседі. Қалауыңызша көлемде алып, ұнға осылай аунатамыз. Сонда котлет хрустящий болып піседі. Қызып тұрған табаға май құйып, дайын болған котлеттерімізді осылай қойып шығамыз. Табаның астындағы от орташа болғаны дұрыс, сонда қатты күймейді. Қызарғанда екінші бетін осылай аударамыз. Біздің котлеттеріміз дайын, өте жұмсақ, дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер.